Хей, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге амандық. Және де біз білесіз, өткен жолы сторителлерді, тайны, яғни құпиялардың показания көрсеткен болатынбыз. Мына жерде анау-мынау шаруалардың бәрін бітірген болатынбыз. Енді алдында 3 күн видеоны қатарынан шығарам деп сәл-сәл шаршағам бар енді. Монтаж бар, анау бар, айтпай-ақ қойын. Салдым, содан кейін кішкене демалу керек болды, өзім шаруаларым болды, сонымен оның бәрін нафиг айтып отырмын сендерге. Бізде 9 глава справедливость, значит әділдік. Бірақ біріншісінде көріп тұрық предательство дейді, сатқындық. Что-то екеуі бір-біріне келмейді сияқты. Узурпатор умирает. Яғни басып алушы өлді. Кайзен бар екен, прикинь. Тронда королева отырады. Королева отырады да пленге барон келіп королеваны алып тастайды. Пленнен королеваны рыцарь құтқарады. Тұтқыннан құтқарғаннан кейін бұның бәрі барон деп айтады. Рыцарь жынданып кетеді да королева мына жерге Кайзен. Королеваның троны жоқ. Ой, басында коронасы жоқ. Қайтадан оны королева қылып сайлаймыз. Содан кейін, мында королева қылып сайланғаннан кейін Кайзен болады. Кайзенда королева отырады да баронның басын шауып тастайды. Рыцарь не ақ тұрсың сен? Мына жерде Кайзен болып отыр ғой. Сенде де корона жоқ екен ғой. Басып алушы баронды алдық та басын шарт етіп шауып тастадық. Енді бізде ары қарай не істеу керек? Отырады. Королеваны барон пленге алады. Пленге алғаннан кейін таққа барып барон отырады. Барон өзін тақта отырған кезде бұл жерде сері жігітіміз келіп өзінің королевасын құтқарады. Бұл барон дейді. Таққа келсе, тақта отыр ғой так. Королева баронды пленге. Королева баронды пленге алады. Коронасын тартып алады. Содан кейін Кайзенға отырған кезде бірақ королева әлі бірақ басына өзінің тәжін киген жоқ. Корона жоқ менде дейді. Мына жерде мүмкін мынаны алып тастаймыз. Бұлай, сцена, бұлай, мынаны бұлай қарай ысырсақ, бізде тағы да бір королеваны тронға отырғызатын момент келеді мына жерде. Міне королеваны отырғызамыз. Содан кейін королева Кайзенға келеді. Кайзен болып атқан кезде баронды алып келің дейді. Біз баронды алып келеміз да баронның басын шарт еткізіп шауып өлтіреміз. Енді узурпатор умирает от руки рыцаря. Узурпатор, яғни басып алушы рыцарьдің қолынан өледі. Баронның өзін, бірақ мына жерде барон қайтадан шығарғысы келмейді екен королеваны алғаннан кейін. Мына жерде шығаратын бұл барон дейді. Пленге қайтадан рыцарь келеді да баронды тығып жібереді. Баронды тығып жібергеннен кейін тронға рыцарь келіп отырады. Ё-моё. Рыцарь айтады: мен бұл тәжге тиесілі емеспін. Бұл королеваның тәжі дейді. Королеваны тұтқын қалмайды. Мына жерде бізде рыцарды тұтқын қалады барон. Рыцарды тұтқын қалғаннан бізде баронға ешқандай пайда келіп тұрған жоғын түсінеді. Мына жерде бірақ комната пленге алатын. Басқа комнаталар жоқ. Вообще қарастырмаған. Королевство не қарап жүртек? Бір адамды жазылай ма? Трон болады. Тронда рыцарь отырады. Бірақ оның тәжі жоқ. Королевада дейді. Королева алады. Жақсы. Пленге рыцарды барон алады. Королева Кайзен болған күні жоқ, ол әлі пленде ғой, біз бұны шығаруымыз керек еще. Рыцарь тұрған кезде оны келіп королева құтқарады. Рыцарь айтады енді, бұл барон дейді бұның бәрін істеп отырған. Тронға отырады да, тронға рыцарь ақыры отырмайды екен. Бірақ мынау кек алу уже мына жерде өзінің причинасы бар кек алатын рыцарьдің. Содан кейін Кайзен болады, королева тұрады да, баронды лайк басып тұр ғой, сен мені пленге алған жоқсың, бәрі нормально деп тұр. Пленге алады да, рыцарь королеваны пленге алады. Жоқ, пленге алмайды. Не болып кетті мына жер? Мына жерде қара. Мен не түсіндім? Рыцарь королеваны пленге алады, тронға отырады, барон тронға отырады да, пленнен Кайзенға алып келеді, басын шабуға королеваны алып келеді. Жоқ, әлі пленде тұр ғой мынау. Тронға келсе, жоқ, тронға келу үшін мына жерде баронды пленге алу керек. Баронды пленге алды. Енді өзі тронға рыцарь смело отыра алады. Бірақ бұл жерде королева жоқ. Міне. Бізге 1-2 кадр жетіспей тұр, либо 1-2 мидың талшықтары жетіспей тұр. Рыцарь өзі таққа отырады. Енді таққа отырғаннан кейін басын шауып түсіру керек қой. Бізге сол үшін 1 кадр жетіспей тұр. Пленге рыцарь келеді. Баронды алады. Баронды алғаннан кейін, таққа отырғаннан кейін, баронның басын, жоқ, рыцарь отырады таққа, баронның басын өзі шауып өлтіреді. Міне, осылайша біздің барон рыцарьдің қолынан қаза табады. Непрощенный, кешірілмеген рыцарь теряет голову. Мать, мына жерде неше түрлі зат болады. Трон болады, королева отырады. Королева отырған кезде рыцарь келеді да королеваны пленге. Демек бізге королева рыцарьды тұтқынға алу үшін бір причина керек. Значит, мына жерде трон болады.
тронда королевамыз өзі отырған кезде аяқ асты өлім болады. Рыцарьның настроениесі жоқ, жүрегі жаралы болып тұрған кезде, өйткені өзінің королевасы кетіп қалды ғой. Енді королевствомен кім басқарады деген сұрақ. Сол кезде тронға рыцарь келіп отырады. Рыцарьның настроениесі жоқ королева өлгеніне, бірақ өзін таққа отыруға ситуация мәжбүрледі. Бірақ та осы кезде королева аяқ асты тірілгеннен кейін тронға келеді. Тронда рыцарь отырса, королева келеді тронға, тронның жоқ екенін, оны рыцарь алғанын көреді. Давай, бірінші кадр бізге артық сияқты, мынаны былай қарай сырай. Рыцарьдің тронға отырып алғанын, өзінің тәжі жоқ екенін королева байқайды. Королева келеді да рыцарды пленге алады. Таққа отыру керек қой, әкеңнің ауыз сыйлай. Тронға отырады. Өзің қайтадан королева болады. Былай, міне королева болады. Менің орнымды аттури бастың ба? Тәж қайда дейді. Тәжге отырғаннан кейін кайзен болады, королева, и рыцарь басын шауып алады. Бірақ мына жерде рыцарьдің ешқандай кінәсі да болған жоқ. По факту королева өлді. Королева өлгеннен кейін орнына адам керек болды. Өзі отырды. Королеваның ол тіріліп кететінін қайдан білсін? Королева тірілді, басын шығарды. Мойны мына жерден кесті прям. Мына оқиғалар барған сайын амнезия. Қайтадан амнезияға қайта оралдық. Қараңдар, свадьба болады. Королева мен барон. Білеміз, барон өзінің сезімін білдіру керек. Мен баронмын деп өзі келіп тұрады. Бірақ та королева оның бетін деп қайтарып жібереді. Бар, әр ойна, джунглиңе бар ойна дейді. Содан кейін мына жерде барон сезімін білдіруге келеді. Оны королеваны барон пленге алады. Королева тұтқынға алғаннан кейін, королева өзінің тұтқынға кім алған ұмытып қалады. Свадьба, плен болады. Міне, королева ұмытып тұрған кезде барон келіп қайтадан түсіреді. Түсірген кезде королева оны жақсы көріп қалады. Баронды жақсы көреді. Барон сонымен король атанады. Мына жерде кайзен болады. Король атанған кезде королеваның басын алып тастайды. Бой! Базар жоқ, мына историяны қараңдар енді. Барон өзі келеді королеваға, мен сені жақсы көрем дейді. Ол айтады, бара бер, мен сені жақсы көрмеймін, сақалыңды алып кел, Конор Макгрегор ұқсамайды. Содан кейін оған жынданған барон королеваны пленге алады. Пленге алған, ұмытып қалған королева, барон қайтадан оны пленнен шығарады. Содан шығарғаннан кейін королева, сен мені құтқардың, Конор Макгрегорым деп оны бетінен сүйіп кетеді. Бетінен сүйгеннен кейін свадьба болады, мына жерде үйлену тойы болады. Барлық королевство уже корольға өтеді ғой, королеваға қарағанда былай король басқарады. Бүкіл нәрсенің бәрі баронға өтеді. Баронға өткеннен кейін барон алады да королеваның басын шауып тастайды. Содан кейін билік өзінде қалады. Назар жоқ. Тағы да бір ачив. Кайзен барона. Баронның басын алады. Пленде жынданып тұрады. Пленге алғаннан кейін оны кім құтқарады? Амнезия болады. Баронда амнезия болады. Барон ұмытып қалады. Королеваны жаңағы пленге алып қойған. Содан кейін мына жерде барон келеді да қайтадан құтқарады. Бірақ оны ұмытпаған королева жынданып тұрады. Содан кейін мына жерде кайзен болады. Королева отырған кезде баронның басын шауып өлтіреді. Қараңдар, мына жерде бір амнезия қаншама адамның тағдырын шешіп тұр. Келесі матриарх. Королева рубит голову всем мужчинам. База жоқ. Сексист екен бұл таза. Королева барлық еркектің басын шауып түсірді дейді. Не болды ал? Барлық еркектен айырыламыз осы жерде. Болып жиналып бір шай ішу керек қонда. Королева тұрады, өзімен өзі. Рыцарь келеді. Ханием, королева моя, мен сені жақсы көрем дейді. Жүрегі жараланып қалады. Рыцарь настроениесі тұра береді екен рыцарь, оны итермейді екен. Жақсы, итергің келмесе бізде оны барон дейтін кісі бар. Ары қарай итер жібереді. Баронды итер жібергеннен кейін рыцарь неге оны итермейді? Трон болады. Барон тронға келіп отырады. Тронға келіп отырғаннан кейін мана королеваны өлтірген жеріне точно өлді ғой деп наслаждениемен қарап тұрған жеріне рыцарь жынданып кетеді. Неге рыцарь? Рыцарьдің настроениесін түсіріп жібердік қой біз мына жерде. Ең басында королева өзі кінәлі. Рыцарьдің настроениесін түсірген. Рыцарь келеді. Жоқ, рыцарь королеваның дым қатысы жоқ екен, кешірім сұраймын. Королева тірілетті, мына жерде еле шошып жібереді. Бірақ королева тірілетті, тронға отырып қайтадан королева атанады. Бірақ бұл жерде бізде кішігірім кадрлар жетпей қалды. Королева атанады, мына жерде кайзен болады деген сияқты. Бірақ жаңағыдай историяның бәрін басынан қайтадан жазу керек болды ғой. Қыздың басында королева тұрады. Оны рыцарь бәрібір итеріп жібермейтін білеміз, Содан кейін рыцарь итермесе, оны келеді барон өлтіріп жібереді. Барон қарап тұрған кезде баронды королева королева шошытпайды. Королева барлығының басын шауып тастау керек. Бізге причина керек мына жерге. Содан кейін королева өлгеннен кейін тронға бізде рыцарь келіп отырады. Бірақ рыцарь өзінің көңіл күйі жоқ. Королеваны қайғырып отырған кезде королева
королева аяқ асты тіріліп кетеді. Сюрприз мазафака. Ой, банға кетіп қалармыз. Сюрприз маза фискер дейміз ба, не дейміз? Королева тірілгеннен кейін свадьба болады. Королева келеді, өзінің коронасын іздеп тұрған кезде рыцарь келеді. Екеуі үйленеді. Бірақ та мынаны қара, королеваның түрін қараңдар. Королеваның түрі что-то недовольна. Мынау да кішкене уайымдап тұрған сияқты. Түрін қара, что-то мен ешқандай күнәм жоқ тұрғанға отырғаныма дейді. Королева өзінің коронасын алды ғой мына жерде. Бірақ ол өзінің билігін әлі жоғалтқан жоқ. Содан кейін королева таққа отырады да кайзенға бір-бірден шақыра бастайды. Рыцарды сен менің троныма отырып алдың, твою душу дейді да басын шауып өлтіреді. Екінші кайзенді баронға арнайды. Өйткені не үшін барон? Барон оқиғаның басында королеваны құздан лақтырып жіберген болатын. Сол үшін баронның басын шауып тастайды. Сонымен барлық еркектің осында жүрген басы шабылды. Что-то мына ойын еркектерге қарсы ау деймін, бәрін басын жауып тастады, уышып тастады. Ойынның басынан бері Эдгар өліп келатыр. Эдгар барады да құрбақаға айналдырып жүреді біздің өзі жүрген баланы. Глава 10. Бытие, искушение, боязнь яблок. Значит, ең басында болған Адам мен Еваға қайтадан келдік. Бірақ та бізде өзімізде мұсылмандарда жазылғандай бұл Адам ата мен Хауана болып есептеледі. Бірақ Библияда Адам және Ева. Қараңдар, не болады? Соблазн. Міне Библияда жазылған ғой. Суд болады. Судта Адам болады. Адамға жоғарыдан айтады. Мынау енді болмайтын нәрсе. Құдайдың кейпін, как будто циркулға мына жерден сызып, үшбұрыш, значит, иллюминатты қойып қойған. Значит, ойынның создательдері осындай образ берген Құдайға. Бірақ бұл болмайды. Бірақ сонда да ойынды аяғына дейін өтіп тастайтын шығармыз енді да. Міне қараңдар. Адам мен Еваға айтады, циркул айтады. Мен айтпаймын, ол Құдай айтады, анау айтады, мынау айтады деп. Адам мен Еваға циркул айтады. Христиандардың боқтары айта берсін, жақсы ма? Библияның темасы ғой, по идее. Адам мен Еваға циркул айтады. Блин, не дейміз, не істейміз мына жерде? Құдай деп айтамыз ба? Жоғарыдан айтады дейміз ба? Жоғарыдан хабар келеді дейміз ба? Бірақ мынау қалай болады? Міне Адам мен Еваға жоғарыдан хабар келеді. Алманы жеуге болмайды дейді. Жұмақта жүреді мына екеуі, Адам мен Ева. Көті қышып, Адам алманы жеп қояды, өйткені Ева оны азғырады. Ева айтады, біз барлық жемісті, жидекті барлығын жедік қой, бізде енді жемеген алма қалды дейді. Бірақ Адам айтады, сен қумашы қазыңды. Тұғы бізге жоғарыдан, бізге алмадан басқасын барлығын жей берің дейді. Бірақ Ева айтады, сен сол бізді көріп тұр деп ойлайсың ба? Бізді қара, жан-жағымызда ешкім жоқ, бізді ешкім көріп тұрған жоқ дейді. Адамға айтады, давай жейік дейді. Адам алады да алманы бір тістейді. Бұл жылан қайдан келгенін өзіміз барымыз білеміз де, оның атын айтпай қояйық. Мына ойында по идее ар жақтарында ол болатын да сияқты, үшар. Люцифер деп айтамыз оны. Люцифер келеді, өзінің азғырушысын жібереді. Либо болмаса өзі азғырып тұрады мына жерде. Содан кейін Адам алманы жегеннен кейін суд болған кезде Адамды найзағаймен ұрып түсіреді. Мен сені алма жеме дедім ғой деген сияқты. Алманы жеген Адамды найзағаймен ұрып наказаниясын береді, былай айтқанда жазасын береді. Алмадан қорқу керек қой мынау. Онда бірінші біз бүйтеміз. Алманы бірінші Адам жесін, содан кейін наказание болсын, содан кейін тағы да алма тұрған кезде Адам келеді. Ох, ё-моё, Адам бытшын шығарыпты ғой мына жерде. Кеуіп қалыпты ғой, қурап кәдімгідей күйік болды. Жақсы, Ева келеді да. Ева маған жоғарыдан айтты, мен алма жемеймін, өйткені найзағаймен ұрып айырып алады бір жерімізді деді. Айттым ғой, үстінде по-любому шығады. Бог доволен всеми. Суд болады. Судқа айтады, Адам мен Ева айтады, алманы жемеңдер дейді. Бұл келеді да, алманы жейді, көті қышып, содан кейін тағы да суд болады. Адамды өлтіріп тастайды. Ева Адамды өлтіргенін көреді да, өзінің жазасын алғанын көреді. Содан кейін оны қайтадан Адамды тірілтіп алады. Адамды тірілткеннен кейін Адам, жоқ, жемеймін. Что-то мен ішім ауырады. Өйткені ар жақтан найзағаймен мені соғып жіберді дейді. Содан кейін суд болады. Суд болған кезде Адам жеген жоқ, Ева да жеген жоқ. Жоқ. Ева келсін. Ева да жейма? Не үшін жейсің? Тварь, көрдің ғой жаңа ғана өлген. Ёппашу мать, Ева. Мына жерге тұр онда сен. Сен мына жерде тіріледі. Ева келеді. Жоқ, мен жемеймін дейді. Екеуіне де алманы жемең дейді. Міне найзағаймен ұрғанын көрген Ева да алманы жемейді. Содан кейін үстінде циркуль довольны болады. Раскаяние. Адам өзінің махаббаты қалай өліп жатқанын көріп тұр. Ең алғашқы ғашықтардың бірі мына жерде суд болады. Болған кезде Адам мен Еваға айтады, алманы жемеңдер дейді. Бірақ мына жерде Люцифер келеді да, өзінікін тыға бастайды. Давай алманы жек көр дейді. Алманы жейді. Содан кейін суд болады. Жоқ, мына жерде Адам жемейді, Ева жейді. Ева жегеннен кейін Адам тұрған кезде
Еваны өлтіреді. Мен саған алманы жеме дедім ғой деп. Сол кезде Адам өзінің ғашығы өлгенін көреді. Адам видит, что его любовь умирает из-за него. Тағы да бір ачивка. Адам өзінің махаббаты Адамның кесірінен өліп жатырғанын көреді дейді. Онда мынаны алып тастай тұрайық. Ева жемейді, қара. Адам келеді, Люцифер оны азғырады. Содан кейін ол алманы жейді. Алманы дәмі дерзк екен деп ағаштың астынан күтіп тұрған кезде Ева келеді. Еваға да алманы жеп көр дейді. Адам оживление болады. Оживление болғанын кезде суд болып жатқан жерден Еваны өлтіреді. Адам видит, его любовь умирает из-за него. Міне көріп тұрсың ғой, міне махаббатың сенің кесіріңнен өлді. Менің мына жерде құрастырып отырған историям бәрі дұрыс. Адам өледі, оживление болады. Мен мүмкін мынаның орнына уже бізге айтып қойды ғой жоғарыдан болмайды деп. Мына жерде босқа тұрған жоқ, мына сценаны қолдануымыз керек. Мынау екеуі қос, міне екеуі қос ғашық, содан кейін Адам өзі бірінші жейді алманы, содан кейін Еваға дәмін татуға көреді. Найзағаймен ұрып өлтіреді. Бірақ ол аяқ асты қайтадан тіріледі. Содан кейін екеуі тұрған кезде Адам өзінің наказаниясын алды және де Адамның кесірінен Еваны өлтіргенін көреміз. Фридрих добивается мести. Ё-моё, новый персонаж, прикинь. Фридрих, чё там, усатый? Фридрих, екеуі махаббат болады. Фридрих келеді да, алманы жемейді, прикинь. Алманы жегеннен кейін суд болады. Найзағаймен ұрып өлтіреді. Фридрих пистолетін алады, пистолет тұрған. Кетіп қалған герцогтың үйіне барады да, Фридрих ерінбей бір пистолетін алып келеді, сотқа келеді да, содан кейін жоғарыдағы циркульді атып өлтіреді. Айтпаймыз ол циркуль кім екен, ол невозможно вообще ондай тема. Бірақ бұл ертегі болғаннан кейін ертегі болып қалу керек. Боқты өлтіреді. Тезірек мына темадан өтіп кетейікші. Король, глава 11. Әйтеуір жаңағы теманы былайынан ысырып қойдық. Әйтеуір дегенде бірдеңе қылып өттік. Не снесенный. Корольмен, новый персонаж. Тағы да, мынаны қара. Енді бізде король бар тоже. Корольмен жұмыс жасап көрейік. Король не істейді екен? Махаббат болады мына жерде. Король мен королева бір-біріне ғашық болады. Аяқ асты екеуі ұрысып қалады. Енді королевствоны бірдеңе қылып бөлу керек қой. 50-50 заң бойынша. Королева ұмытып қалады. Содан кейін келеді, король өзімен өзі тұрған кезде королева, мен сені жақсы көремін дейді. Король дейді, сен басың істей ма, сен жаңа ғана ұрысып кеткен жоқсың ба дейді. Король амнезия болып қалады. Қаяқтан келген амнезия, әйтеуір екеуі бүйтіп келеді да, махаббат болады. Тағы да ссора болады. Екеуі тағы ұрысып қалады. Не болды ал? Екеуі бір-біріне ашуланып тұрады. Енді амнезияны қойсақ қалай? Королева ұмытып қалады да, король да ұмытып қалады. Екеуі қайтадан махаббат болады. Екеуі де ұмытып қалады. Қайтадан махаббат болады. Махаббат болғаннан кейін қайтадан екеуі керісіп қалады. Чо там? Отношение деген сол ғой. Махаббат боласың, керісесің, ұмытып қаласың, қайтадан махаббат боласың, қайтадан ерісесің. Саған не болды? Злость, ашу, двойная казнь. Ну и то, та же. Нағара, служанка деген шықты бізде. Роман болады. Король екеуін де жақсы көреді. Королеваны да, служанканы да ойлайды. Бірегейін, король дейтін айғыр ғой мынау дейтін. Екеуі махаббат болып тұрады. Шөптің арасынан королева көріп қалады. Королева отырады, служанканың басын шауып өлтіреді. Басын шауып өлтіргенін көрген король отырады да, королеваның басын шауып тастайды. Чо там? Король добивается мести, двойная казнь. Екі ачивканы сразу орындадым, прикинь. Мен негізі былай ойлағам ғой, королева отырады да, корольдің басын алып тастайды. Міне, бірінші ачивка орындаймыз. Содан кейін былай енді наоборот істесек, екінші ачивканы орындаймыз деп. Мен сразу бірден екеуін орындадым. Базар. Мынау дейтін миы ғой жадырған. Чистка. 3 головы с плеч. Значит, 3 басты мына жерден шауып түсіруіміз керек. Міне, роман болады. Жаңағы, барон. Біздің служанка қайда? Королева король жақсы көреді. Мына жерге ешкім тық жібере алмаймыз ба? Настроение жоқ рыцарьдың. Бұл жерде барон қарап тұрады. Барон нешін қарап тұрады? Оған екеуінің махаббаты ешқалай мешать етпейді. Бұған тек корона болса болды. Екеуі махаббат болып тұрған кезде барон келеді да, королеваны пленге алады. Пленге алған кезде король рыцарьмен махаббат құрып жүреді. Не десе, мына жерде наңғара, маған әйел адам керек дейді. Пока что екеуің әңгіме айта тұрыңдар. Жоқ, әңгіме айтпайсыңдар, былай қарай шыға тұрыңдар. Пленнен рыцарь шығарып алады. Рыцарьге ғашық болып қалады мына жерде екеуі. Содан кейін королева, рыцарь екеуі махаббат болып тұрған кезде, мына жерде король көріп қояды. Король жынданып кетеді, екеуінің махаббатын көреді да,
Содан кейін мына жерде казин болады. Сөйтір казин болады. Король отырады да королеваның басын шауып түсіреді. Тағы да казин болады да барон сенің басың шауып түсірсек қалай былай жалпы? Сенің басың не үшін шауып түсіреміз? Рыцарьдың басын шауып түсіреді. Былайынан істейік. Бізде ешқандай бірінші кадрдан ешқандай ситуация өзгермесе, былайынан істейік. Казин болады, тағы да королева отырған кезде баронның басын шауып түсіреді. Міне барон королеваны пленге алады, оны рыцарь құтқарады. Рыцарь құтқарып, екеуі саябақта махаббат болып жүрген кезде оны король көріп қояды. Изменять балапан болып жүрген кезде көріп қалады. Әлі коронасынан айырылмаған королева баронның басын шауып түсіреді, өйткені оны тұтқын қалды. Бірақ жаңағы екеуінің махаббатын көрген король өзі таққа отырады да королеваның басын алады, измена жасаған үшін. Содан кейін рыцарьдың басын алады. Сонымен 3 бас шах. Жоқ. Карьера. Из грязи в князи. Значит, ең төменнен жоғарыға деген сөз ғой. Мына жерде свадьба болады, король мен королева үйленеді. Үйленгенде екеу махаббат қой, енді екеу баяғыдан бар деген жастары келіп қалған. Содан кейін мына жерде роман болады. Король мен служанка бірдеңе мучить етіп жүреді. Сол кезде королева бұтақтың арасынан оны көріп қалады. Королева служанканы пленге алады. Пленге алғанын көрген король тұтқыннан шығарады өзінің любовницасын, служанкасын. Мына тәтемізді мына көк шашты служанкаға айырып бастаған. Король жынданып кетеді. Қалай бұлай? Неге ол олай дейді да. Екеуі корольмен күте тұр, мен дейтін басым бос емес, мен ана жақтамын ғой дейді. Бұны істеген королева дейді. Казин болады. Король тұрады да королеваның басын шауып тастайды. Содан кейін свадьба болады. Король мен служанка үйленеді. Мыйымай, не болды мынау? История түсіндіңдер ғой, в общем. Махаббат, мына жерде сатқындық, пленге алу, пленге алғаннан кейін оны құтқару, құтқарған любовницасын тұтқынға алған королеваның басын шабу және де үйлену. Міне служанкадан бұл королева атанды. Правит только барон. Тек барон ғана править етеді дейді. Мына жерде король мен королева тұрады. Барон корольді пленге алады. Не үшін барон корольді пленге алды? Өйткені бізге королеваның заты керек қой. Королева служанканы пленге не үшін алады? Ол пока что екеуін білмейді. Оны екеуін қырдың басына шығарамыз. Корольді барон итер жібереді, өзіне тәжін алып алады. Содан кейін пленге барады да королеваны барон пленге алады. Пленге алғаннан кейін служанка мен барон үйленеді. Жоқ, мына жерде служанка корольға ғашық екен. Может, служанка королеваны пленге алады. Плен барон служанканы алады. Служанканы алғанын барон көрген король түсіреді. Бұны істеген барон дейді. Или наоборот істеуге бола ма каким-то образом, каким-то боком? Мына жерде екеуін ұрыстырып жіберуге болады. Мынаны қара. Король жақсы көрем, мен де король жақсы көрем. Служанка жынданып тұрады. Жынданып тұрған кезде таудың басына шығады да служанка королеваны итер. Иттер шиш! Иттер. Мына жерден итересің. Тупая. Құздың басына шығады да корольді емес. Королеваны барон итер жібереді. Итер жіберген кезде енді королевасы қалған король. Бізде екінші вариант бар. Бұнымен тағы да үйлендіріп жібереміз. Құздың басына шығамыз да. Құздың басына король келіп табиғатпен тамсанып тұрған кезде артынан барон келіп көтінен бір тебеді. Кеннен кейін үйлену тойы болады. Енді служанка корольсіз қалғаннан кейін бізде барон орнын басады. Орнын басқаннан кейін тағы да құздың басына алып келеді да барон служанканы итер жібереді. Осымен тек барон қалады биліктің басында. Глава 12. Чудовище. Құбыжық. Демек, оборотень. Бернард учит